almaydı sorap, sen beni men seni görmesek edam. Aşıklıkta hiç kim almaydı sorap, sen beni men seni görmesek edam. Уақытында өзі қатарлы қосықшылар менен тең қадем таслап сахналарда жаңлаған жағымлы хауазы менен қосық сүйер халықтың ұнатқан қосықшысына айланған еді. Абат Тілеумұратовтың атқарған қосықларын тек қана радио, телевидениеде жазылып қалынған осы видеоленталар арқалы бүгінгі әулет таниды. Себебі ол сөнбейтұғын хауаз қалдырып кетті. Ең болмаса сырды көзнесең едау. Кел ярам, кел жанам, ең болмаса сырды көзнесең едау. Біз дөретушілік топарымыз бенен Кегейлі районының Ақтуа ауылына қарай жол алдық. Себебі қосықшының жақылары, дослары, ауылласлары қосықшы ұсы ауылдан қосықшы болып жетілісті деген мақтанышпенен оқыған мектебінде еслеу кешесінің өтетұғынын бізге хабарлаған еді. Хақиқатында да қыс айы болса да Ақтуа бойлары жүда көззал, кімнің болса да кеуілін шерге толтырары анық. Абат Тілеумұратовтың жаңлаған хауазы кішкене уақытларынан баслап осы кеңсіліклерде жаңғырған ау деп ойлап қоясың. Мектепте болса көз көргелердің әммесі біз ойлағандай пікірлер менен талантлы қосықшыны еске алды. Абат достымыздың өмірі музыкаға байланыслы, қосыққа байланыслы жүда көп қызметлер етті. Мен Абатпенен бір 5-6 класс уақытларында сүйерде демалу орайы уақытларында пионерлер лагері деп аталатығын еді. Сол шөкіместіріліп, Кегейлден біздер сүйерге демалуға келдік. Келсек балалар менен айырым ауылдың балалары менен танысып қалдық. Соның ішінде Абат бар еді. Абат жақсы қосық айтатығын кішкентай болса да талантлы жігіт екен. Сондан басылап мен дослығым Абатпенен көбірек ұшырасатығым болдым, дос болып қатынастым. Кейін бұл 7-ші класс біткергеннен кейін құрылыс техникумына Нөкіске оқуға кетті. Біздер 11 жылдық мектепте Мақсым Горький мектебінде оқып қалдық. Кейін бұл техникумды біткергеннен кейін филармония деп аталатын еді. Бұрын Айғұлаш ансамблінде қосықшы болып 10 жыл жұмыс істеді. Одан кейін телевидениеге қосықшы болып жұмыс істеді. Істеп жүрген уақытларында көптеген жақсы қосықларды, Кеңесбай Ниетіллаевпен әсіресе айтқан дуэтлері көбісі сол біздердің записке жазған архивлерде еле сақланып жатырыпты. Енді менің айта жағым, Абат бұл құрылыс техникум біткерген менен құрылыста көп істеген жоқ. Көбінше сол музыканы, қосықты жақсы көргеннен кейін сол тарауға бет бұрып кетті. Бұл енді тегіннен емес, себебі Ақтуа бойында үлкен шайырлар, жазушылар, қосықшылар, бақшылар өсіп жетіліскен. Бұл жердің өзі табиғаты жүре сұлу. Бұл жерде Сейтния Сұлтанның соққан дутары Қаралпақстанның барлық районларында әр үйде десек болады, аламойнақ дутар şu жерден тараған. Соның үшінен бұл жерден талантлы адамдар көп шығады. Талантлы жасылар әзір әмменекей орынларын басып, қосықшы, бақсы, жырау, әр қилы тарауларда істеп атқан жасылар әм көп. Менің тілегім келешекте сол әм уақытларында Ақтуа бойындағы жасыларға келешекке үлкен парваздар тілеймен. Қалбінде Йош деген алтын таң атты. Қосықлары паруаз еткен қанатлы, бар айледім бүлбіл збан абатты, сахналар сықырлап өткен Ақтуа. Шайыр
Қалила Дәулетназаров тарифлеген қосықтағы бұл қатарлар Абат Тілеумұратовты еріксіз еске салады. Әлбетте Абат-аға турасында көп жақсы пікірлер айтуға болады. Бұл Қарабақстанның мәдениетінде 70-80 жылдар дәуірінде соның алтын потын тондыруға үлкен үлесін қосқан қосықшылардың бірі жүрген еді. Бұл Ғания Маниязов, Кеңесбай Абдуллаев, Роман Султанов, Абдурайым Султанов соған бір қанша композиторлардың қосықларын айтып, халқымыздың уақытында өз дәуірінде үлкен бір жақсы қосықшылардың бірі болып көзге танылды. Келешегі бір жақсы үлкен жүрген еді, бірақ енді өмірі қысқалау болды. Сондай һәм болса да Қарабақстан телевидениесінде, радиосының алтын потында бір қанша қосықлар бар, олардың бірге кел, жігітлер, онан кейін Әмгөдің қызы деген қосықлар бар. Ибраим ағаның сөздеріне жазылған музыкаларды айтып көп, мәселен, халқымыздың жүректеріне орын алған жүргендерінің бірі есебінады. Абат-аға хақында айтатын болсақ, ауылымыздың елеулі азаматларының бірі еді. Ол жасылайынан осы мектепте әдеби кружокларға қатынасып, әрқилы қосықларды айтқанда біздердің оны құлақ құрышын қандырып, оның жағымлы хабарларын тыңлап, жүдә мәс болатын едік. Әттең оның өмірі қысқа болса да, соның ізінде бір қанша әбіратлы қосықлары қалды. Біз олардың басып өткен өмір жолларын келешек әулетлер үшін көзге сүрмей етіп дауам етуімізге болады. Абат-аға айрықша қабілетке ие болып, әділ-кеш, сонымен бір қатарда ол ешкімнің көлін қалдырмай, мейірім шапатлы, қайыр сақауатлы жұмыслардың бас қасында болып, қолынан келгенше жәрдем беруін хаты аямайтын еді. Бірақ та біз қанша жас болсақ та, оның әбіратлы істерінен үлгі алып, бүгінгі күні келгенде біз оны көз алдымызға елестетіп, арамызда жүргендей сезіледі. Жағымлы хауаз тыңлаушыны рухландырады, ішкі сезімлерін ләззетлі нұрға бөлейді. Қосықшының өзі менен қосылып туылған таланты жасылайынан ақ елге танымалы еткен еді. Абат Тілеумұратов қысқа өмірі ішінде бір қанша қосықлар атқарып үлгерген. Бірақ ол ұзақ жасағанда атқаратын қосықлары, жетісетін табысылары жүда көп болатұғын беді деп ойлап қоясың. Себебі қосықшы 1986 жылы 42 жасында дүниядан өткен. Мен Абат Тілеумұратовпенен 1978-74 жылы аралығында құрылыста бірге істестім. Һәм сондай жақсы жігіт еді. Әдебиеттен көп тарауларда істегенменен, сол құрылыста өші жүргенменен де сол әдебиетқа қызығып, жұмыстарды жақсы апардық. Мен сол оқылары бір мастер болдым. Олан сол тарап, үлкен жақсы жұмыстарды істеді. Әлпайым жақсы жігіт еді. Сонdan жора болып, мұнысы біздерден сәл үлкенне болса да бірге көп жүрдік. Құрылыста жүрсек те сол өзінің маңызды хауазларыменен бірге отырған жігітлердің шаршарыларды шығарып, маңызды жақсы орталықта бірге жүрдік. Енді оның искусствоға қызығушылығы жақсы басымырақ болды құрылыстан гөрі. Қайын апамның үлкен Ыдыралды бірінші баласы. Осы 11-ші салды мектепте оқып кеткен екен. Жас уағынан бастап сол нөксілі боламан деп, таланты менен, өзінің несіменен апамды да көшіріп нөксіге апарды. Міне сөйтіп сол жақта өзі құрылыс техникумына барғанда да ол өз қосықларын давам етіп жүре берді. Міне сол оннан бала шағалы болды. Ұлы бар, қызы бар. Міне біздер мененам сондай мейірман, туысқанға жүда мейірман, тез ағасынан хабар алып, ағасының кандидатскийінде де Ташкентке барып, сол өзінің талантларымен адамдарды жүда өзіне қаратты. Бозатау қосықларын айтып, сол көшеде тағы общитімізға келіп, сол жалландырып жүретін еді. Енді тек бұның өмірі қысқа болып қалған балалары бар. Мен Абат ағамды көрмесем де, оның қосықларын радиодан, телевидениедан естігенмен, оның хауазы менімше бір тәкрарланбайтын хауазға, талантқа ие деп есептеймін. Енді халық арасында да Абат ағамыз туралы жақсы пікірлерді естімен көп халықтың ішінен.
оның адамгершілігі, кішіпейілдігі, жас үлкенге құрмет ізеті халық арасында Абат ағамыз хақында жүда жақсы пікірлерді айтып кетеді. Өзі өлсе де хауазы өлмейді дегендей, міне ереге шекем Абат ағаның ықылас-пенделері халық арасында көп ұшырасады. Оны сүйсініп тыңдайтын инсандардан көп естігенмен, ереге шекем оның қосықлары халық арасында жүре береді деп ойлаймыз. Һәм барқылда сүйсініп естетін бұл қосықлары қала береді деп ойлаймыз. Абат Тілеумұратов концертлерде, байрам сәнелерінде талай мәрте қосықлар айтып, ел аузына түскен талант болған. Заманласлары, жақыллары қосықшының жағымлы хауазын тәкрарланбайтын сол мазмұлы өмірін еске алады. 7 жасар уағымда ажағам мені мектепті көрсетейін, білсем мектепке барасаң деп маған айтып еді. Ақшы дедім, сөйтіп әкелді, мектепке әкелді, өзінің классына кіргізді. 7-ші класста оқиды, бітіруші соғақлары. Мені сөйді, мен сол Абат Тілеумұратовты көрдім. Һәм қосық сабағына кірген екен мен. Сол қосық сабағында қосық айтты. Соны естілеймін. Студент болдым. Сол дәуірде қайсы жыл екен білмеймін, ядымда жоқ. Бірақ көшеде афишаны көрдім да, сонда Абат Тілеумұратовтың концерті қауып. Мына Яшылкөннің концерті қоғала. Бұған мен бір кірейш деп кірдім, бардым. Концертін тыңладық, өзінің қосығын тыңладық. Сөйтіп қайтарсым, бірақ жүзі мақтанышменен қайттым. Зауқландым айтқан қосықларынан. Өзім бір күлімсірей берген Яшылкөн еді. Бұл Ақтоба ауыл советінде жасап атырып, сол уақытындағы жетіспеушіліктерменен мына Тақатеш қаласындағы 7-ші класс бітіріп, Сықпыту деген жерге оқуға түсті. Оны тамамлап болғаннан кейін, бұл баланың баяғы жас уақытынан басылап таланты болғанлықтан пьесаларда ойнады. Айгүл-Абат пьесасында Қарақалпағымыздың баяғы бір ойылары болатын еді. Ат жабыс деген, сондай дәрежелерді ойнап көзге түскен балалардың біреуі. Ағайдың бір қосыққа деген, бір әртісілік талапқа деген ынтасы күшлі болды. Ауылға әртістер келеді, Қалбека Мәтияқованың атынан келген группа әртістер болды. Солар келіп қосық айтып, сол балалықтарымызды солардың қосығын тыңдап, естіп, бұл өзі айтқан қосықларын бәрін сол ядында сақлайтын тұма бір талантлы азамат болды дүнияға келгенде. Мысалы, о дәуірдегі қосықлар Гүлнара, Інтізар Саған, Мария деген қосықлар болды. Сол қосықларды айтқанда біздің ағай солардың бәрін ерлап, өзді сақлап қалатын еді. Сонымен бір қатарда Жақсымат деген бір жорасы бар еді. Сол ағай қосық айтқан уақытта бұл таңсыға түспей тұра алмайтын жігіт еді. Сосын бұл қосықпенен тұрмай, қолында инструмент, мандолин деген бір аспап болатын еді. Дутар қосаған, бірақ осы шеткенде дауысы шыңғырлап, любой адамның сесін оятады. Сондай жақсы аспап еді, соны өзінің өзі үстіріп, соны шетіп жүрді. Ол енді бұл Сода кішкентай, я оқымаса, я инструмент нотасын білмесе, бірақ сол қосықтың мәртебіне келтіріп, точно шертетін еді. Қосық айтқандам сол нотаға түсіп, айтқандай қылып айтады, жаңа келген әртістер айтады, сен оқыдың ба, бұл қалай? Дейді, бірақ оқымады, қосықты айтқанда тындырып жіберетін еді. Бұл бұлайынша қарағанда осы 7-ші ауыл ел атының Бүлбүл деп атаса да болады. Жеткере алмаспан айтып баһаңды, туған жердің жасыл жапырақ таллары, тажы бүрден шығар иіп шатаңды,
Абат сондай бір жақсы адам еді ол. Сондай бір көйлі шоқ, артистер менен мына Даутбай Қайыплар менен уақытында бірге жүріп, қоңыслас болды олар бір-бірімен Гөнеғалада. Жаңылаған Сазбан деген қосыларды сондай жақсы мәніне келтіріп айтатын еді. О Абат ағаның өзіне тән жарасықлы бір хауазы бар еді өзінің. Сондай адамға жағымды, такрарланбайтын талант еді. Қосықшының өмір жоллары заманласларының ядында мазмұнлы гүрің болып жасап атыр. Жанға жағымлы хауаз бенен атқарған қосықлары көркем өнеріміздің мирас мүлкі сыпатында жасай береді.